Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін сіздермен бірге ойнан өрек. Достар, мен бүгін пикникке шығатын болам. Яғни орманға өзімнің әлгі жаңадан сатып алған джипім бар еді ғой, орманға шығатын, тауға жүретін. Мен сол джип арқылы мен пикник жасайтын болам. Мүмкін егер күн жақсы болып жатса, жаңбыр жаумай жатса, мен сол жақта қалуым мүмкін. Ал ендеше достар, сіздер арнаға тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар. Достар, сосын сіздерге де көп рахмет. 200 подписчикке де жеттік. Ал енді 500 подписчикке жеткеннен кейін 1000 подписчикке жеткізіп тастайық достар. Сіздерге рахмет. Достар, мен қазір мына жерде пистолет қана емес, менде қазір мына инвентарымда тамақтарым бар, зажигалка, костер, міне мұнда сок, тамақ, қарбыз алып алғам оның үстіне. Себебі қазір деген күн ыстық қой. Осы сумкама салып жүрейін қазір. Мен осы сумкамды бәрін дайындап қойғам, қазына заттарды салып алайын өзіме. Керек болады қазір. Менде пистолетте 10 оғы бар, жетеді. Все, болды, алдық қой, болды, алдық. Енді мен қай машинамен барам? Әрине бұл Honda машинасымен бармаймыз. Әрине біз мына джиппен барамыз ғой достар. Джиппен пикникке барамыз ғой. Жетелер, қалайсыңдар? Мен кеттім, пикникке кеттім, бармайсыңдар ма? Жоқ, біз бармаймыз. Біз бір мәселе талқылап отырмыз. Давай, кете берші. Жарайды, оны айғайламай айтсаңдар да болады ғой. Ал ендеше достар, мен кеттік. Ойбай, достар, суға түсіп кеттік. Достар, мен ондай болады деп ойламадым. Ана жерде кішкентай көл бар екенін ұмытып кетіппін. Оның үстіне байқамай да қалдым. Достар, мен қазір ол орман жақ біраз алыстау, пикник жасау үшін енді біраз ауылдың шетіне қарай бару керек қой. Сол үшін мен қазір видеоны стопқа қоя тұрамын, яғни жеткеннен кейін жалғастырамын. Ал ендеше сендер оған дейін арнаға тіркеліп лайктарыңды басып отырыңдар. Мен айналып жүрмін ғой жан жақты. Ауылда айналып кеттім, негізі бағаннан ана жаққа бірден шасау керек. Достар, мен қазір видеоны стопқа қоямын, содан кейін жеткен соң жалғастырамын. Міне орманға келіп те қалдық. Ал енді осы жерге машинамызды қоя салайық. Ал енді мына жаққа қарай барайық. Осы жақтан бір жақсы жер іздейік. Мына шейдерді бекер қостым ғой деймін. Мыналар жасыл ағаштың үстімен жүрмейді, жермен жүрейікші кішкене. Бір жақсы жер тауып алайық, әлде ағаштың үстіне мініп алайын ба? Жақсы жер табу үшін. Давайте осы ағаштардың үстіне мініп алайық, себебі жақсы жер іздеу үшін бізге керек болады. Қандай жер бар? Бізге жақсы бір жер керек. Осы машинаның жерін ұмытып қалмау керек. Біз тіке келе жатырмыз, тіке келе жатсақ, әлде мына жерге. Жоқ, бұл жер тым тарлау жер, бір ашық жерге қарай барсам жақсы еді. Әлде егер мына жақта ондай бір әдемі жер болмаса, достар, мен осындай жерді іздедім ғой. Осындай жерді іздедім, міне. Осы жақта бар еді, бәсе, бұрында бір рет келіп кетіп едім. Негізі, бұнда балықтар жоқ, әйтпесе қармағымды алып кеп, балық аулап, біраз балық пісіретін едім. Қармақты ұмытып кеттім, бірақ бұл бәрібір терең емес қой. Қай жерге қарай? Ана жерге қарай орналастырайын. Орманның арасымен жүріп. Маугли болып кеттік қой, орманның арасымен жүріп. Аралар жүр, қой жүре берсін бұлар. Бір осы жерге қарай қоям ғой дейм, сумкамыз түсірейік. Все болды. Қайттан асалдық қой. Ішіндегі заттарымызды алайық. Осыны костерімізді алайық, пистолетімізді алып ала салайық, оғымен бірге зажигалкамыз, тамағымыз қазірге тұра берсін. Қазір қарным ашып тұрған жоқ, бір осы жерлерге қарай қой жіберем ғой деймін. Осын қой жібер, күлген түседі. Әдем, мынаның ішінде жатамыз бұлайынан, достар, қазір сіздерге көрсетем. Осылайынан рахаттанып жатамыз ғой. Достар, мен осында қазір күн деген ыстық, сол үшін бүгін осы орманда, осы көлінің қасында бүгін демалып жататын болам түн ішінде. Яғни ауылға ертең баратын боламын. Костерді қайда қой жүрсе болады? Костер, давай, мұнда қой жүрек. Сосын мұнда
затымызды қойып жіберейік. Болмай қалды мынау. Тапорымызды ала салу керек еді жаңа достар. Ұмытып кеттім ғой тапор аламын деп. Қазір мынаны былай қойып жіберейік. Достар, блогым дұрыс қойылмай жатыр бар ғой. Давай үсті қоя салайық. Мына екі ағашымыз, давай осы ағаш тұра берсінші бұл жарайды. Мынаны сундыққа сөмкемізге салып сундық деп қайта шатасып отырмын өз-өзімнен. Мында қой. Бірақ жақсы болатын болды достар. Қазір мына қойдың етін жеп аламыз. Не Майнкрафт тұрма достар бізде. Жарайды, тастай салайықшы. Бұның бәрі бізге керек емес бұндай. Бізге тәттілер керек емес. Лақтыра салайық. Сир, сен ары қарай жүрші. Қазір осы жерге қарай былайынан төсеп жіберейікші. Осылай бит төсей берейік. Зажигалканы инвентарға былай сала салайын да. Пистолет алып қойық. Ашамызда тамақтарымызды алып тамақ жеп аламын ғой деймін, бірақ қазір қарным аш емес. Кішкене бір сок ішіп алайыншы әйтпесе. Әбден шөліліп кеттім бар ғой. Рахатнай, салқын. Тағында салқындатып алып шығу керек еді, қазір күннің ыстығында. Жаңбыр жаумайды ғой, ең басты, все болды. Достар, осындай пикник үшін давайте лайктарыңды бас кетіңдер аямай. Видео түсірмегелі көп болды ғой, осылай пикникке шығып арасында. Негізі достарымды шақыру керек. Негізі достар, менің де достарым бар, бірақ сол ұмытып қалдым ба не? Жаңа екеу ала салу керек еді. Бар ғой. Арбузды салсайыншы, қазірге қарным ашып тұрған жоқ қазір. Түн ішінде қалай болады екен. Жарайды, онда мен осында біраз кішкене жатып, күнге күйіп, біраз денемді күйдіріп, футболканы шешіп тастадым ғой, просто қараңдаршы достар. Футболканы шешіп тастап жүрмін ғой. Пресімді көрдіңдер ма? Жаңа. Менде қандай дене качокпын, қарасаңдаршы, менде качокпын ғой. Осылай бүгін күн ыстық болғандықтан негізі жаз басталғалы бері өйстіп скинімді шешіп, футболканы шешіп, өйстіп качать етіліп жүрмін ғой. Осы өйстіп футболканы шешіп тастап, күнге күйіп тұрып жату керек қой достаршы. Осы үшін лайктарын басып отырыңдар тағы да. Ал ендеше мен біраз жатып, күнге күйіп, кешке қарай тұратын боламын. Ал ендеше қазір видеоны стопқа қоямын. Күнге күйіп әбден дем алып алдық қой, жақсылап тұрып достар. Закат болып тұр ғой, даланнан қараңызшы достар. Осындай вайпты давайте скриндап түсіріп алсаңдаршы. Түсіріп алдыңдар ма достар? Негізі мына жерде қолымды бәрін алып тастау керек. Онда жарайды, онда керек емес шығар сендерге ондай скриндап, бірақ негізі осындай әдемі вайбы достар. Әдемі болып тұр ғой. Далада бұлттарды әдемі. Мына кішкен жөтім мұздап кеттім ғой. Салқынып кеттім, кешкеге қарай салқын болып кеттім ғой. Осының қасында отырып жылдым алмасақ, жылын олайықшы. Түнде батты. Осында қалам костер, түнде отын жетеді ғой, ішінде отын жетпесе. Анан ішінде жаңа бір ағаш бар еді, соны жағып, бөлшектеп жағып жіберермін. Негізі әлі қарным да ашқан жоқ. Сумкадағы тамақтар ашып кетпеме деген. Көрейікші. Жоқ, ашмап. Бірақ негізі әлі қарным ашпады бар ғой, достар. Әдемі вайпын істеп жатсақ қой шіркен ай. Күнде істеп, пикникке шығып, демалып тұрсаң ғой, қараңызшы достар. Сіздерге айды көрсетейін айтпақшы. Ай қайда? Ай жоқ қой достар. Ай қайда? Міне достар, міне көрдіңіздер ма? Міне тұр ғой. Ай, не қараң болып тұр, елі күн басып тұр ма?
Не болып тұр өзі? Айды басып тұр ма? Не қараңғы болып көрініп тұр? Так. Жарайды, онда мен достар қайта видеоны стопқа қойып сендерден адайларың шығып кеткен шығар. Бірақ мен түнімен видео түсіріп отыра алмаймын. Шаршап кеттім. Онысына бір жағын түнде батты. Онысына біраз бір жарты сағаттай, бір сағаттай орманды іздеп әбден шаршап кеттім. Тіпті үйдің қай жағында екенін де білмеймін. Бірақ машинаның ар жақта екенін білемін. Бірақ әйтеуір машинадан галокацияның GPS-ті қосып әйтеуір тауып алам үйде. Бірдеңе алып. Онда достар, видеоны таңертең жалғастырам. Мен біраз ұйықтайыншы. Мына масаларда кетіндерші масалар. Мына ерден шығайыншы біз мына масалар. Таң атып келе жатыр ма, не болып отыр? Таң атып келе жатыр. Таңғы байыпты әдемеген негіз достар. Түнде кешеден бері қарным әлі ашпады достар. Не үшін екен білмеймін, қарным ашпады. Бірақ негіз алдында бір KFC-ға тойып бір жеп алып едім, пицца, анамнан бәрін, бургер. Содан бекен күнге біраз күйдік енді. Күн шығып келе жатыр ар жақта. Не істеймін, басқа заттарын жинайын ба енді достар? Таң атып келе жатыр. Онда мен заттарын жинайын достар. Таңертең болды, таң болды, таң атты. Кету керек бұл жерден. Ұзаққа қалуға болмайды. Орманның аты орман ғой, енді қасқыр болып кетсе, бірақ түнде қасқырлар болмады. Бірақ қасқырдың болмаған жақсы. Керкі аласау керек, мына сындыратын. Қолмен сындырам ба, бұл сынбайды да ғой костер қазір. Көмір, астынан көмір шығып, отын шығып, таяқ шығып. Достар, көмір шықты астына. Көмір ыстық қой, көмір ыстық. Тастай тұрынша, көмір ыстық қомнан. Так, ішінен ағашында зажигалканы да сала салайын. Заттарын да жинайын. Негізі ұйқым дұрыс қамады бар ғой, түн ішінде. Түн ішінде ұйқым дұрыстап қамбады да ғой. Ұйқым түнде дұрыс қамбаған соң ба ұйқым кеп тұр бар ғой, сүмкамыз алайық. Ұйқым кеп тұр, мұна жаздың күні масаларда тыныштық бермеді ғой, пикникке шықсаң да осы қайтер. Түнде чөті салқын болды ма? Ойбай, жөтеліп жатыр ма, не болып жатыр? Түнде салқын болды ғой деймін. Костерді алысқа қойып қойыппын. Бірақ жақында тұрса өртеніп кетуі мүмкін еді. Қаяққа кетіп бара жатырмын мен вообще. Енді ағаштардың үстіне мініп алайық. Қазір сонда машинамыз тесті аламыз. Осылай тіке келдік қой достар, Осылай тіке келдік. Қазір аяқта паркуризм болып өтеміз ғой. Паркуризм, давайте жүгір өтейік те Маугли сияқты. Орманның арасында бірі ойнап жүр, оның аты Нурик біліп жүр деп видео түсіріп қоямыз. Жүре алмай кеттік қона ағаштардың үстімен. Мен осынша жол жаяу жүріп тастаған ба достар? Шашып кеттім бар ғой. Осынша жол жаяу жүрген ба достар? Вроде бір жай ғана бір тез келген сияқты еді ғой, бір жақын сияқты болып еді ғой. Не ол? Что-то ұзақ кетті ғой. Машинамыз тұр екен. Ешкім алмапты әйтеуір. Негізі бар ғой бұл машинаның ше. Бір жаққа бекер қойып кеттім, бір жақын қарай, бір ар жаққа қарай айналып кеп па. Сөйтіп қою керек еді. Машинамды әйтеуір ешкім алмапты. Отырайық. Что неге отпайым? Машинаме. Міне, все болды енді оттық. Ал енді үйге қайтамын достар. Әбден шаршап кеттім, мына аяқта просто масалар дұрыстап ұйықтатпады әйтпесе. Ромашканы немене алып алдым. Мені гүлдердің бәрін
таптап өтіп жатырық қой. Бір ауыл, әйтеуір достар, кеше осы орманға келдік қой. Сол кезде орманға келетін кезде жолдың бәрі өзен болғандықтан жолды айналып келгем. Әйтеуір достар, оказывается, орманды біз мына жақтан да табуға, орманды біз әйтеуір мына жаққа келіп пикник жасадық қой. Біз ар жақты, мын жақты айналып жүріп едім ғой, видеода білесіңдер ме достар. Содан кейін 1 сағат, жарты сағат жүріп әрең дегенде осы жаққа келдік қой. Жител, қалайсың? Қалай, жотам, қалайсың, Жител? Жақсы, Нұрик, не болды түнде? Жоқ болды ғой. Со пикнигі жасап жүргеме. Не болды? Не істеп тұрсың? Со, просто ана, мынаяқта тастар түсқап соны реттеп атқан. Жарайды. Машинаны осында қоя салайықшы. Әбден шаршап кеттім бар ғой достар. Түнде дұрыс ұйықтай алмадым. Ненің еш шығып жатыр достар? Бірдеңенің еш шығып жатыр достар. Осы үйден шығып жатыр. Тоқтайшы, мына печкаларды көрейікші. Мына печкада ештеңе жоқ. Достар, мен тортты ұмытып кетіппін, достар. Тортым. Қараңыз достар. Астыңғы жақтар күйіп қалыпты достар. Почему я черный? Тортты ұмытып кетіппін. Так, отындар жанып бітіпті. Мұнан тортты ұмытып кетіппін ғой достар. Торт жейінден. Так, нормально ма? Нормально екен. Нормально, так. Мына үй қайта өртен кетпіпті. Көзінсе өртенсе, ауылды өртен жан жаққа тарап, үйсіз қалар едім ғой. Мен ана жеке үйіме барып, сояқта жүрер едім. Жетелдер не болар еді? Ауылымнан айырылып қалар едім ғой, бұрыннан келе жатқан. Қайтаны өртенбей оты да өшіпті ғой. Мына тек наяқты есікті біраз ашайын. Мен терезелер сындырам ба, не істеймін енді, истер кетпесе болмайды. Истер кетпесе енді 1-2 ғана сындырайын, әйтпесе бүкіл терезені сындырып, қазір терезенің бәрі қымбат ғой. Осында, так, сумкамды шешейін айтса да. Сумкамды шешіп осында қоя салайын. Мен біраз ұйықтайыншы. Әбден шаршап кетті. Мына жерге ұйықтай алмаймын ғой. Бір көршінің үйін сұрам ба, не істеймін? Наяқта көрші. Көрші жаңа далада жүреді. Жител көрші, не ғой? Сен үйіңе бір жата тұрсан бола ма? 1-2 сағатқа. Жата берсімен, қазір мен нан істеп отыр. Қақап қалым ғой, Жата тұруға болады ғой, шынымен де? Жата бер қалағанша, әйтер, түнмен қот қоймасың болды ғой. Все, қонбайым, просто 1-2 сағатқа ана пикнигі жасаған кезде дұрыстап ұйықтай алмап едім. Ана үйде тортым күйіп, содан иісі жаман болып ұйықтай алмай жатырмын. Жарайды онда, ұйықтай бер. Все, рахмет. Достар, видеоны осымен аяқтаймын ғой деймін. Видеоды созылып кеткен шығар. Қазір бұны монтаждап салу да ұзаққа болады. Лайктарыңды басып арнаға тіркеліңдер. 200 подписчикке де жеткендердің ішінде тағы да рахмет достар. Мен осында біраз жатып ұйықтаймын. 2 сағат әйтпесе орманда дұрыстап та ұйықтай алмадым ғой. Достар, видеоны қайта стопқа қоя берсем ренжімеңіздер. Енді басқа істей алмадым ғой. Енді түн өтті, яғни біраз уақыт өтті. Оның бәрін қысқартып істедім. Сол себепті ренжімеңіздер достар. Ал ендеше бүгін сіздермен бірге болған ойнан Нұрик. Сау болыңдар.